мұқияр есебінен жасалып отыр, арнаулы май ыдырататын өнім. Яғни адам денесіне күніне 20 грамм май болса жетеді. Бірақ біз жаңағы түскі тамағымыз бар, кешкі тамағымыз бар, таңғасымыздан да біз қазақ ұлты енді майдан қол үзе алмаймыз, 20 граммнан қалай асып кеткенін білмей қаламыз. Майды жеген сайын құнығамыз. Сол артық май, артық энергия біздің құрсағымызға барып жиналады. Құрсағымызға барып жиналғаннан кейін біздің ағзаларымызды май басады. Ағзаларға май басқаннан кейін ағзалардың қызметі әлсірейді. Ондай болатын болса, мынау денедегі артық майды ыдыратады. Ол қажетті майды емес, артық майды ыдыратады. Сонымен бірге біздің ішкен жеген тамақтардан келетін крахмал артық сахар, артық майды қабылдатпайды денемізге. Бұны біз шайнап жеп қана тұтынамыз. Егер сіз сондай бір үлкен қонақасыға барып, керемет тамақтарды жеп, майды жеп, былай жеп қайтқан кезде, осыдан жеп алыңызшы. Ертең дәрежелеріңізге қарасаңыз, кереметтей өзгерісті көріп, өзіңіз таң қаласыз. Денеңізге күнде қаншалық артық май кіріп жатқанын өз көзіңізбен көре алатын сол дәрежедегі керемет өнім. Ал енді үшінші керемет өніміміз болатын болса, мына